Қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздермен Арайдың асханасы қазіргі кезде хит болып жатқан түріктің мидия баклавасының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Достар, рецепті көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Өйткені көпшіліктің сұрауы бойынша келесі видеода чипс етін жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды, суымызды, одан соң сұйық майымызды, барлығын граммдарын описаниеда қалдырамын. Сары май ерітілген және де қаймағымызды салып, одан соң бір ас қасық уксусымызды құйып жіберіп, ұнымызға разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды араластырып аламыз. Барлық қоспаларды жақсылап араластырып болғаннан соң, ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қатты болып қалмау керек, орташа мөлшерде жұмсақтау болып шығады. Қатты жұмсақ болып кетсе де, ұнды көрсетілген мөлшерден шамалы ғана молырақ қосып жіберсеңіз болады. Ең бастысы қатты болып қалмау керек. Мінекей илеп болдым. Енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осындай таразының көмегімен ең бірінші қамырымызды өлшейміз. Қанша грамм шығады, соны біз 8 бөлікке бөлеміз. Одан соң бетін пакетпен немесе пищевой пленкамен жауып, холодильникке сала тұрамыз. Енді біздің қамырымыз дайын болғанша, біздің ішіндегі салмамыз дайындаймыз. Сүтімізге қантымызды қосып, қайнап шыққаннан соң, манкамызды аз мөлшерден саламыз. Неге дайын болғанын осылай бір қайнап шыққаннан кейін астын өшіреміз. Тез суы үшін 2 ыдысымызға салып суытамыз. Осылай суып шыққаннан кейін қолымыздың көмегімен дөңгелек пішінге келтіріп дайындап қоямыз. Енді біздің қамырымыздың июі қанды, қамырымызды біз кукурузный крахмалмен жайып шығамыз. Мінекей суретін көрсеттім. Кукурузный крахмалға кішкене ғана ұн араластырып жайсаңыздар да болады. Ең басында ұнымызды, яғни кукурузный крахмалды молырақ сеуіп жаямыз. Одан кейін соңғы жағында жақсылап жайылғаннан кейін өте аз мөлшерде немесе мүлдем сеппей құр қамырдың өзін жаясыздар. Бұны көп сеуіп қоюға да болмайды. Қалған қамырларымызды холодильникке салып қоямыз. Өйткені оның құрамында май болғандықтан еріп кетуі мүмкін. Енді біз қамырымызды өте жұқалап, барынша жұқалап жайып шығасыздар. Біз жұқалығы астындағы суреті, дастарханның суреті көрініп тұруы керек. Қамырымызды жайып болғаннан кейін оқтауға жинап, дәл осылай екі жағын жинаймыз, яғни біздің баклаваның өрнегін шығару керек. Одан соң жайлап қолымыздың көмегімен осылай жайып шығамыз, сол кезде әдемі өрнек шығады. Басында жасалуы қиын болуы мүмкін, бірақ сіздер 1-2 рет жайып осылай жасап көрсеңіздер, қолдарыңызда үйреніп кетеді. Мінекей қамырымызды жайып алдық, ал фисташкаларымызды блендердің көмегімен үгітіп алдық. Дәл осылай ортасынан салып шығамыз алдымен. Одан соң үстіне біздің салмамызды саламыз. Енді орап шығамыз үстіне. Яғни біздің қамырымызды үстіне қойып жайып шығамыз. Енді дәл ортасынан басып шығамыз. Одан соң пышағымызбен дәл сол жерін кесіп шығамыз да барлығын осылай біріктіреміз.
ыдысымызға барлығын салып шығамыз. Барынша бір-біріне тығыз қылып салсаңыздар да болады. Ең соңында, яғни бұл жерде сұйық май мен сары майды ертіп, сұйық майға араластырып алдық. Одан соң біздің баклаваларымыздың бетінен жағып шығамыз. Біздің осы орайда біздің пештерімізді қыздырып қойыңыздар, өйткені қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минуттай беті қызарып әдемі болып шыққанша пісіріп аламыз. Біздің баклава дайын болам дегенше сиропты дайындаймыз. Суымызға қантымызды салып, қайнап шығуын күтеміз. Қантымыз ергенше араластырамыз. Қайнап шыққаннан соң лимонның согын осылай шығарып, одан соң арасына ішіне лимонымызды да салып жібереміз. Ол жері видеода түспей қалыпты. Өте қайнап шыққаннан кейін өте баяу отта астын міндетті түрде баяу отқа қойыңыздар, 30 минуттай қайнатып аламыз. Осы орайда біздің баклава да пісіп дайын болады. Сол кезде біздің қайнап тұрған ыстық сиропымызды құйып шығамыз. Бөлме температурасына баклаваларымызды суытып, суығаннан соң холодильникке бір түнге қалдырамыз. Бір түннің ішінде баклаваларымыз сиропты өзінің бойына сіңіріп алады, ешқандай сироп қалмайды. Мінекей осылай әдемі болып жылтырлап, әдемі болып шығады. Қаласаңыздар, фисташкамен әлеп шығуларыңызға да болады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецепте кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.